Сәлем оқырмандар, бүгін сіздермен дәл осындай жұп-жұмсақ болып пісетін өте дәмді пиццаны рецептісімен бөлісетін боламын. Бірінші кезекте ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстінен 1 қасық қант, 1 қасық тұз және 1 қасық ашытқымызды салып, барлығын бірге араластырамыз. Ашытқымыз ерігенге дейін жақсылап араластырып, жылы жерге 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Дайын болған ашытқымыз дәл осылай көпіршіп, осылай көтеріліп тұруы керек. Енді осының үстіне сұйық майымызды құйып, және үстінен ұнымызды салып отырып, қамыр илейтін боламыз. Қатты қылмай, жұп-жұмсақ қамыр илеп, оның бетін жауып, жылы жерге тағы да 30 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенге дейін. Барлық керекті ингредиенттерді төменге описаниеге жазып кеттім. Ұнның көптігін өзіңіздің мөлшеріңізге қарай салатын боласыз. 30 минуттан кейін ашыған қамырымызды осылай сұйық маймен бір қайтарып, қайтадан жылы жерге қойып қоямыз. Сол кезде екінші көтерілгені өте жақсы жұмсақ болып пісетін болады. Қамырымыз екінші рет көтерілді. Қолымызға ешқандай да ұн сеппей, сұйық маймен дәл осылай противеньге не болмаса пергаментке осылай орналастырып шығатын боламыз. Кетчуп пен майонезді осылай үстінен салып, оларды жақсылап араластырып, барлық жерде жағып шығамыз. Және үстіне салатын салмаңызды өз қалауыңызша салсаңыз болады. Мен колбасаның 2 түрін және сочный болу үшін помидорды осылай майдалап турап қостым. Помидорды қоссаңыз, сочный сондай өте жақсы болып шығады, құрғап кетпейді. Сондықтан да осылай пайдалануға кеңес беремін. Осы дайын болған пиццамызды 30 минутқа 180 градусқа қызып тұрған пешке салып, осылай пісіріп аламыз. Сыр тез пісіп, еріп кететін болғандықтан дайын болғанға дейін 5 минут қалған кезде осылай салып шығуға кеңес беремін. Сонда жұмсақ болып, әдемі болып піседі. Міне біздің пиццамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай кескенде де ортасы жақсы піскен, өзі сондай жұп-жұмсақ және сочный, өте дәмді болады. Осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айкерім. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, маған қолдау білдіріп қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер.